жетінші музыкальный рояль байқауы абыроймен атқарды. Сен бірінші осы жас қазір алқасының мүшесі болдың. Сенің сезімің қандай болды? Бұл өте қиын жұмыс. Әрине біз деген осы барлығын күтіп отырдық. Әртүрлі балдар қойдық. Ол жақта енді таныс емес деген болмайды. Қайсы бала ұнайды, қайсы баланың актерлық шеберлік жағынан, және де өзінің би жағынан, ән жағынан бағалап. Саған қиын болды ма? Қай орындаушының арасында қиын болды? Кіші балалардан маған Арайлым және Аннур деген баланың арасы қиын болды. Қайсына бас жүлдені және де қайсына бірінші орынды білеріміз деп бәріміз де білген жоқпыз. Бірақ бәріміз бір ойға келіп Аннурға бас жүлдені бердік. Келесі қазір алқасы болған кезде сен қандай орындаушылардың қандай қасиетіне мән беретін едің? Әрине ән айтуына және де актерлік шеберлігіне. Рахмет келесі сұхбатыңа, өнердегі жылдарыңды рахмет. Сен бүгінгі 27-ші музыкальный вояжда жас орындаушылар мүшесіндегі қазір алқасы болдың. Алдыңғы жылғы мен қазіргі жылғы музыкальный вояждың айырмашылығы бар ма? Әрине, алдыңғы жылғы мен осы жылғы музыкальный вояждың айырмашылығы өте көп деп ойлаймын. Себебі осы біздің Қазақстанда өнерлі балалардың саны көбейіп келе жатқанына мен қуандым, және де олардың өнері алға қарай дамып келе жатқандығына, және де осы жастар жылында көптеген жастарға үлкен мән беріп жатқандарына мен қатты қуандым. Және де осы алдағы музыкальный вояжда да одан да дами түсуіне мен тілектеспін. Қазылар арасында келіспеушілік бола ма? Әрине, әділ қазылар арасында келіспеушілік болады. Неге десеңіз, үлкендер мен кішкентайлардың арасында, мысалға, бүгін үлкендер басқа қатысушыны қолдаса, біз басқа қатысушыны қолдадық. Және де олардың бір жақсы жері, біздің де сөзімізді артқа қалдырмай, біздің де сөзімізді тыңдап, барлығымыз бір ауыздан соңында келістік. Басқа байқауларда әділ қазылар мүшесі болдыңыз ба? Мен осы тек қана музыкальный вояжда екінші рет әділ қазылар алқасында болып отырмын. Және де өзім мектебімде де 3 рет па 4 рет па болдым. Бірақ ол өте ірі конкурс, осы музыкальный вояж секілді конкурстарда әлі жюри болып көрдім. Сіз осы 2019 жылғы қандай басқа шығармашылық жобаларыңыз бар? Жалпы мен осы өнер жолын тоқтатамын деп ойладым. Себебі мен қазір 11-ші сынып оқуыма байланысты мен басқа оқуға түскім келді. Бірақ өзімнің жаным, тәнім өнерді сүйетін болғандықтан мен өнерді тастаған жоқпын. Қаптаннан оқып жүрсем де мен өзімен бірге өнер жолында алып жүремін. Және де осы 2019 жылы көптеген ән айтып, видеолар түсіремін деген жоспарлар бар. Іңкәр, сізге рахмет. Өнер жолында сіздерге табыстар мен жетістіктер тілейміз. Әлде де сізбен сұхбаттар болады деп сенемін. Біз сізге сенеміз.